Өнеркәсіп Қазақстанның халық шаруашылығының жетекші саласы, ол республикадағы қоғамдық өнімнің жартысын береді. Марганец табиғатта минералдар түрінде кездеседі. Пайдалы қазбалардың 300-ден астам түрлерінің құрамында марганецтің белгілі бір мөлшері бар. Бірақ аз ғана мөлшерде минералдар оны көп мөлшерде қамтиды, және бұл минералдар игеруге перспективалы кендердің негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Дүние жүзінде игерілген марганец кен орнынан шектеулі саны бар. Қазіргі уақытта марганец кені 56 елде табылған. Кен орындарының көпшілігі Африкада, шамамен 3/2 бөлігі. Ең ірі шөгінді марганец кен орындар Украинадағы Никополь облысы, Грузиядағы Чатура облысы, Оңтүстік Африкада Калахари аймағы және Австралиядағы Грото-Эйленд аймағы. Қазақстанда 11 марганец кен орны бар. Ең ірі кен орындарында орталық Қазақстан, Атасу және Жезді жатады. Мұндағы рудалардың 27%-на жуығы марганец. Марганец кендері Ұлытау, Сарыарқа, Қаратау, Маңғыстау өңірлерінен де табылады. Республикамыздағы марганец рудасының қоры 408 миллион тоннаны құрайды. Ең маңызды кен түзетін минералдарға пиролизит, псиламилан, манганит, вернадит жатады. Марганец кенін өндіру негізінен өнімділігі жоғары экскаваторлар арқылы ашық әдіспен жүзеге асырылады. Байыту гравитациялық магниттік әдістер және флотация. Марганец кендері химиялық және металлургиялық болып бөлінеді. Олар галваникалық элементтерде шыны, керамика, минералды бояғыштар, калий перманганаты өндірісіне қолданылады. Құрамында 80%-дан аз пиролизит бар кендер металлургиялық кендер деп аталады және қара металлургиядан қолданылады. Темір мен кремний мен қорытпалар түріндегі марганец рельстік және құрылымдық болат өндірісіне қолданылады. Алюминий, магний және мыс негіздері қорытпалар онымен легерленеді. Марганец рудалары темір жол арқылы тасымалданады. 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстаннан экспорт нақты мәнде 11,9%-ға өсіп, 143 мың тоннаны құрады. Ақшалай есептегенде керісінше 59,3%-ға азайып, 17,2 миллион. Кен Липецк, Кемерово, Свердловск, Тула, Челябі облыстары мен Мәскеуге кетті. Бүгінде Қазақстанда 40-қа жуық швейцариялық кәсіпорын тіркелген. Олардың арасында әлемге әйгілі ABB, Leica, Nestle, Novartis корпорациялары бар. Бірақ ең үлкен алаңдаушылық Glencore болып саналады. Оның штаб-пәтері Швейцария барында орналасқан. Бұл Тау-кен металлургия холдинг жыл сайынға салық шегерімдері 250 миллион доллардан асатын республиканың 5 ірі инвесторларын бірі болып табылады. Glencore инвестициялық портфелінің басты қазынасы 20-дан астам біріктірілген салалық бөлімшелерді біріктіретін Қазақстан металлургиясының флагманы Қазмырыш компаниясы болып табылады. Қазақстан марганец өндіретін әлемдегі ең ірі 10 елдің қатарына кіреді. Бұл ретте қазақстандық марганец рудаларына 100% бір аймақта, атап айтқанда Қарағанды облысында шоғырланған. Бүгінгі таңда пайдалы қазбаларға бай бұл аумақта бірнеше ірі тау кен өндіру және өңдеу кәсіпорындары жұмыс істейді. Олардың қатарында Жайремский ГОК бар. Бұл кәсіпорын сонау 1970 жылдардың ортасында салынды. Ұзақ уақыт бойы зауыт өзінің жұмыс профилін бірнеше рет өзгертті. Мұнда бірінші кезеңде бариттік полиметалл кендері, екінші кезеңде ферромарганец кендері өндіріліп, өңделді. Үшінші кезең 2014 жылы швейцариялық Glencore корпорациясы Евразиялық топтан Жайремский ГОКтың барлық акцияларын сатып алған кезде басталды. Мәміле 55 миллиард теңгені құрады. Бұл сомма ол кезде 305 миллион долларға тең еді. Осы сатып алу нәтижесінде корпорацияның минералдық шикізаттық басы 1-3 кен орнымен толықты. Олардың әрқайсының жеке профилі бар. Полиметалл Жайрем, барит қорғасын 3-3 және ферромарганец Жомарт. Glencore өз жоспарларын жүзеге асыру үшін 100 миллиард теңге жұмсауды жоспарлап отыр. Бұл швейцариялық компанияның соңғы жылдардағы ең үлкен инвестициясы.